Сәлем достар, менің есімім Асхат және де Блауспай каналы. Бұл каналдағы менің мақсатым тауарларға шолу жасау арқылы адамдарға онлайн сатып алуда жәрдемдесу. Бүгінгі видео дәнекерлеуші жиынтық жайында. Бұл жиынтыққа маска, дрель, шлиф және дәнекерлеу аппараты кіреді. Видео соңында мұның бәрі қаншаға шыққанын айтамын. Ескерту: мен кәсіби дәнекерлеуші емеспін. Бұл жиынтық менің жеке субъективтік пікірім. Ал бұл менің пікіріммен келісу және келіспеу сіздің құқығыңыз. Айтпақшы, құрметті көрермендер, сіздермен бір байқаған жайтпен бөліскім келеді. Мен құрал-саймандарға онлайн тапсырыс көп беремін. Ал тапсырыс аман сау жету үшін сәлемдеме, яғни посылка тиянақты оралып жіберілуі қажет. Байқаған, тиын сауда үйі арқылы келген заттар мықты буып түйіліп келеді. Сондықтан да бағадан айырмашылық болмаса, тиын сауда үйінен тапсырыс беріңіздер. Мысалға, міне, шлиф басқа компаниядан келді, ал өзге де құралдар тиын компаниясынан келді. Қаптаманы салыстырып көріңіз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тиын сауда үйінен келген заттар өте мұқият қапталған. Сондықтан да егер де бағадан айырмашылық болмаса кәсіби дүкенінде, тиын сауда үйін таңдаңыз. Ал енді видеомызға оралайық. Бірінші болып маска. Дәнекерлеу қауіпті, әсіресе көзге. Оған қоса инфрақызыл және ультрафиолет сәулесі бет және қол терісіне жағымсыз әсерін тигізеді. Тіптен қатерлі ісіктің де себебі болады. Сондықтан да тек көзілдірік киіп дәнекерлеу көзді қорғағанмен бет терісін қорғамайды. Сондықтан да тек қана маска, терінің ашық жері болмау керек. Мен кәсіппеден Ресанта MS6 маскасын таңдадым. Бағасы онша қымбат емес. Маска пластмассадан жасалған, экран көлемі 90-35 мм. Жарық фильтрі хамелеон, яғни дәнекерлеу кезінде автоматты түрде тұмшаланады. Тұмшалану қуаты батарейкадан және күн сәулесінен. Дәнекерлеуші жиынтығының екінші құрал бұл дрель. Мүмкін болса әмбебап универсал дрель болғаны жөн, яғни жарды да, металды да, ағашты тесе алатын. Бірақ мұндай әмбебаптықтың өзіндік құны бар. Мен кәсіппен таңдаған Bosch Universal Impact 700-дің осы әмбебаптықтың төлейтін құны жар тесу мүмкіндігі. Ағаш пен металды дрель күмәнсіз тескенімен ұзақ уақыт аралығында жар тесуге арналмаған. Өйткені бұл дрельдің басты міндеті металл мен ағашты тесу. Дрельдің салмағы 1 кг 700 грамм. Айналым жылдамдығын реттейтін шүріппеде реттегіш бар. Қосымша дрельді қолда нық ұстауға жәрдемдесетін тұтқасы бар. Бұл жиынтыққа дрель неге кіргенін айтпаса да түсінікті шығар. Ағашты каналдарды темірге, ал темірді тас пен бетонға қатайту үшін міндетті түрде дрель қажет. Біздің жиынтығымыздағы үшінші сайман ол УШМ улошлифовальная машина, немесе таза қазақша бұрыш ажырлағыш машина. Көне жылпақ тілде оны біздер шлиф немесе болгарка дейміз. Болгарка деуіміздің құпиясы өткені Кеңес одағына бұл саймандар Болгариядан алғаш болып келген. Мен ең қарапайымын таңдадым. Бит 64-125-1. Шлифтің диск диаметрі 125 мм. Болашақта 125 жеткіліксіз болып жатса, 180-ті де алуға да болады. Менің ойымша 125-тік диаметрдегі шлиф үй шаруашылығында жеткілікті. Және де қымбат шлифт алып керек емес. Өйткені сапа мен баға арақатынасында арзан шлиф жеңіп кетеді. Сонымен қатар бағасы арзан шлифтердің сапасы да қымбат шлифтердің сапасынан қалыспайды. Әсіресе үй шаруашылығында қолданатын болсаңыздар. Шлифтің номиналды қуаты 1000 Вт, салмағы 2 кг 300 грамм. Айтпақшы, шлифті қолданған кезде қауіпсіздік техникасын сақтау қажет. Міндетті түрде көзілдірік және қолғап кию керек. Себебі ешкімде запас көз және саусақ жоқ. Ал енді жиынтығымыздың басты кейіпкері дәнекерлеу аппараты жайлы. Бұл Ресанта SAI-160. Бұл менің сатып алған үшінші аппаратым. Біріншісін өзіме, екіншісін досыма, ал мынау үшіншісін базыма сатып алған. Мықты аппарат. 4 тікелек дейін пісіре алады. Салмағы 3 кг жарым. Иыққа іліп алып жұмыс жасауға да болады. Кемшіліктерінен тек дәнекерлеу кабель қысқалау екенін айтуға болады. Және де чехол жоқ. Басқа басып айтатын кемшіліктері жоқ. Ал енді мұның бәрі қандай сомаға шықты? Маска 5185 теңге, дрель 30 000 теңге, шлиф 12976 теңге және дәнекерлеу аппараты 29300 теңге. Барлығы 74461 теңге. Бүгінше болса, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Асхат, және де бұл Блауспай каналы. Сау болыңыздар.